Сын менім, оз диярым, илгбешігім, ифтихарым, Бахчисарай кучағында, күнеш сача, ышықларын. Мераба, урметлі телесерджилеріміз, бүгін ісе тарих ізлері программасы тамам Бахчисарай кучағында, яни Бахчисарай районында ерлешкен Янджу көйіндедір. Путиловка, яни Янджу, Бахчисарай районында ерлешкен бір көйчіктір. Янджу көйі 49 гектарда ерлешіп, 129 азбарда шындылық қарарнен 300-ге яқын инсан яшамақта. Халқымыздың векілері ісе афсуски пек аздыр. Көйде тек 6-7 Қырым татар қорантасы яшамақта. Янджу көйі Суатқан өзені вадисінде ерлеше. Көйге қомшу деп Новополье, яни сала, Поляна, яни Маркур, ве богатое ущелье, яни Коклос көйлері, сайыла. Көйге кетерек Қырымның юдже мааллы кендар қалған тағларыны, өзенлеріні ве атта кейік айванчықларыны сейір етмек мүмкін. Да, Янджу көйінде мына бойле әвеллері құрылған Қырым татар евчіклері сақланып қалды, ве бұ ев екене де гүлдір. Янджу чоқысы Қырым татарларының қаліплерінде шусос uzun ве гүзел, дағларда олған Акис Седа иле яңғырай. Янджу бұ ғайып олаятқан бір көйчіктір. Йықылған евлер инсанлар көйден чоқтан кеткенлерінің шатларыдыр. Ләкин 2 ел евелсі, көй әлісі Ақяр байыр тарафындан келген ezanны ешіттілер. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Янджу көйінде мына бойле гүзелден гүзел Аллахның еві бар. Былтыр шу жәмені ғайырдан тіклеп, оның илк сыфатыны сақламаға да тырыштылар. Ерлі дин жемиетінің башы Муслидин Муслидинов Янджу көйінде 80-нчі елларының сонundan берлі отыра. Бұ көй оның еждадларының көйі екен. Бұл бір мүмкінат түсті бізге Аллахның разылығындан мына жемаатымыз тырышып, бизнесмен балалар садақа беріп, құрушы балалар қолларынан чалышып, мына жамені бұл йықылған еді бұл жами. Жамені ескі дуарларын дағытып, ескі дуарлар, мына бұл бүтін дуарлар дағылған еді. Дағылдылар. Ғайырдан бүтін етіп, фундаментін етіп, ғайырдан токып фундаментін. Ғайырдан көтерілді. Қалды өзінің дуары, мына бұл дуар. Мынау пиабраска деледі, мынау пенжереден, мынау қапығажа өзінің дуары. 2000 сенелерінің башында Янджу көйіне зинаты құруджы инженер олған белі шайырымыз Идрис Асанин келіп чықа. Шайырымызның тәтқиқатына көре, шу жәми насыл етіп құрылғанына бақып, қомшу көйлерде олған жәмилернен қияслап, Янджу Джума жәмисі қарарнен 16-й асырға айыт олғаны қарарына келе. Сон дағытқанда неткенде жәмиден не шықты? Дуарларından башташлар шықты. Ескі башташлар. O башташларын не, әвлежне ұяқта, как бесхозный ятмасын деп, әвлежне бекім адамлары жоқтыр, бекім хорандалары ғайып болғандыр, бақылмайып қалғандар, мысал, мезар. О башташларын алып дуарларына қалағандар. Білежіне. Бір дәне башташ шықты,
Üstünde kaçısı bile var. Но kaçısı православный dügül. Какой-то католический, что ли, или какой-то орден какой-то. Бекім бір кечіктен өлгендер, я да исламдан өгіне olған таштыр Алла біле оны. Ескі бір таш, o da bu caminin duvarından çıktı. Шу жами бір вақытлары аз қалды ғайып олажақ еді. Чүнки совет девірі вақытында башқа жамилерде олғаны кыбы Янжу жамисінден де склад яптылар. Жаминын қорчалануы ве бысым күнлерімізге же мына бойле алда сақланмасы бұ бір мужизедір деп тұшыне Муслидин аға. Муслидин Муслидинов бір күн жами янына жамины йоқ етмек үшін йоланған бір қач машина келгенini яқшы хатырлай. Койде Қырым татарларының сайысы пек аз олғанына бақмадан, Жума ве байрам намазларына Янжу Жума жамисінде 18-ге яқын инсан жиыла. Қалғаным да мынау жами, пек mübarek жами, пек çekiyedi өзіне. Niçindir bilmeyeyim, lakin өзіне çekiyor. Бин 1944 сенесі Қырым татарлар Озана юртундан сургун етілген вақытында халқымызның тағдиры денішмесінен бірге Қырымның шерве көйлерінің адлары да деніштірілді. Бойле етіп Янжу Путиловкаға чевірілді. Қырым татарлар Оз баба деде топрақларынан сургун етілгенден сон, үкімет Қырым районларына колхозниклерінің кетірілмесі ферманыны чықара ве Қырым топрағы Русия ве Украинадан келген инсанларға толып кете. Шу ферманға көре Қырым көйлеріне 9000 колхозник кетірілежек еді. Бойле етіп 1944 сенесі сентябрь айларында бірінші колхозниклер келе. Бұл қарарнен 2,5 бинге яқын қоранта еді. Әбетте, доғма янжулылар Қырымға авдет олонғандан сон, шу айретте қалдырыжы ерлерде остуған евлеріне қайталмадылар. Шындылық олар эпосы Қырымның башқа кой шерлерінде яшайлар. Бөле инсанлардан бірісі Шындылық Ахмеджи шерінде яшаған бізім улу шайырымыз виезіжіміздің Мемет Нүзетнің қызы Ниаляпте Хайридиновадыр. Ниаляптенің анасы Мерзие ханым доғма Янжу көнден екен. 5 айлық екенде бабам кешінген. Бабам бір бек яқшы кемане çalған әдеті бар екен. Шеңлікін sevген инсан екен. Оны çok ерлерге çağıra ekenler böyle akşamlar geçirmeye. Ana bu soңғы akşamı 1934 senesi Mayıs'ın bayramında ola. 1. Mayıs'ın bayramında ola. Onu anda içimlikке ne karıştıralar bilmeyeyim. Babam отравление alanda. Zerliler babamı. Babam pek Ağral'da getirip taşlıyorlar. Yancı koyun nesinde daim yaşaydı. Anam doğup ösken evin azbarında. Anda getirip taşlıyorlar. O eşsiz alda. Onu korup içeri alalar. Ne ahvalını koruyan son onu aman tez Kokkoz больницасына alıp gidilir. Anda o bir sutka yaşay. Özüne kelemey komada ola. Onun da keçini. 1996 senesinden başlap Ниаляптенің қорантасы Янжу көйінде йылы койдешлер көрішулеріні кечере еді. Шу ишнен қоранта дейірлікнен 13 йыл девамында оғраша еді. Шынды ise койдешлер көрішувінен башқа янжулылар egлене. Daha bir başka inisiyatif çıktı. Koyumuzga türkü yazmak gerek. O da o mesele de ende yolga koyuldu. Koydular sağ olsunlar ardından gelgen adamlar. Demek o da inşallah bir yıl konuşu vaktinde
herkesге taqdim etilecek. Озы Няль Хайридинова 1933 senesi dekabr 1-de Koklос köyünde doğa. 1944 senesi anası ile Ural'daki Kostroma vilayetine tuşe. Anda da Nяль apte'nin anası açlıktan keçine. Kızçık oksuz kala. Sonra Nяль apte kendi canını kurtarmak için balalar evine yazıla. Bek çok bakçıları var edi. O kadar yaxşı bakçılar edi. Bir direkten 800 bir tonna alma algan vakitleri olaydı. Kartlarımız ayta öyle. Biz endi bala edik vakitte onun tonnasını bilmeyimiz ama kartlarımız aytaydı buna böyleydi. Ama görünüşün bakçıların ben bilem, görgen edim. Pek koyumuz yufaçık olsa da ama baylığı yeterliydi. Даже kağıtlarga sarıp almaların ablejine koyup yerleştirgenlerin yaşlıklarga, güzel yaşlıklarga son men soraydım da ana ne için bunların kundaklaylar diyedim almaların. Olar uzakka gidecek kızım diyedi. Uzakka gidecek demek Kreml aşağı eken bizim bakçıların almaların ana. Orada nezim? Aşında biz çetten getirilgen almaların aşağıyız. Da biz Nяль apte Хайридиновa'dan Yancı koyu ne için böyle meraklı adını taşı dep sorasak, Nяль apte ise bizge bir güzel rivayet tarif etti. 3 arkadaş gelip çıkarlar, o bayırlı gördünüz daha koyumuzun ne türlü oba töpe mailelerini. Anona göre yazgan edim. Ular gelip çıkarlar, yerde koy kurma degeneler, yerin koy kurmaya karar verirler, koy kuralar. Son bir tanesi tayıp yıkıla da, yağmur yağıp başlayan son, üstü çamurlana. Üstü çamurlangan vakti yanındaki dostaydı, ana indi seni jumak gerek yanağın diye. Yan demek bok. Ana, üçüncüsü gele de, vay men taptım onun adını diye. Koyun adını yancı koyacağımız diye, yanağıncı deyin laf. Ek sözünden yancı olacak. Мына шу риваетке эсасланып, Nяль apte öz tuğan koyu Yancu'nun asıl olmasına şiir bağışlay. Yancu koyum. Kadimi bir zamanda Kayadağ dere töpe bir yerge kelip çıka uç arkadaş. Olar belki ediler ağa kardeş ya yoldaş. O yer ise çok güzel bir manzaralı yer eken. Uç yigitni bu yerler meftun etken. Bir-birlerine baka olar, ne aytmaga bilmiler. Son koy kurmaga bu yerde olar karar bereler. Biz mında mahalle koy kurarmız, olar deyler. Kelip mında em fukari, em de baylar yaşar deyler. Koyunu kurup başlamazdan onun adın koymak gerek. Atsız koyge kim gelecek? Onu da düşünmek gerek. Çok yazık ki şimdi gece bu yerde kimse olmagan. Bu yerde biz inşallah dülber bir koy kurarmız. Kurup başlamazdan evvel onun adın koyarmız. Şay degende mavi kokten kele bir rahmet. Yağmur tubunde kalalar yigitler ebet. Enişke olar engende. Yıkıla tayıp birisi. Üstü yanı çamur ola. Jumak gerek dey ikincisi. Olar şaşıp turganda kulüp dey üçüncüsü. Koynun adın men taptım dey. Şaşıp kala episi. O nasıl ad? Dep soraydı. Kulüşeler yigitler. Mında gelip yaşar deyler. Çok insanlar, milletler, sen yanımны juam dedin, demek adı tapıldı. Onun adın Yancu koyduk, bu acayip ad oldu. Şu zamandan sonmunda yaşap geldi nesiller, bala çağa osturdular, kavi koyuldu, negizler. Yanculular, Оларның баллары, веторынлары Оз көй ақында мына böyle yazалар. Cennet көшесіні андырған, ады бір ер яңғыраған, Янжу көйіміз керчектен де пек дүлбер.
Асырларның седайларыны сақлаган, мөҗизеви дағларының этегінде ерлешкен, койымызның тарихы терең кечміштен башлана. Янджу койының намлы евлятлары bu belli yazıcılar Yakub Zeki ve Ervin Umerov, alimler, filologiya ilimleri doktorları, professorlar Ayder Memetov ve Adile Emirova. Yanjulular ise şu insanlarның pek gururlanalar. Бүгінгі күнімізде ise Янджу көйінде Доғма Дуван көйлі олған Ремзи Қартбаба Абдурахманов яшамақта. Ремзи Қартбаба 1935 сенесі майыс 10-ында дүнияға келе. Vakti değil, 9 yaşında bütün gün o bakşı içinde yol boyu ballarının akşam gelip doldurup yatasın işte. Bir vakti geceliğin Remzi tur, Remzi tur. Doldurup yatkansın, nasıl duracaksın? Gözümü açıp baktım. Tur balam bizim atmağa kapıp giderler. Anam ağlay. Tur, tırdık. Keldi 2 tane soldat. Akçın varım, var. Altının varım, yok. Altının var edi anam, rahmetlinin. Onu da almagan olsa sattım, attı işte. Onluktan sağ kaldık biz 3 bala. Akçın verminde. Akçın verdi. 3000 kumuş akçı var eken. 3000 kumuştan yarısı nemsi akçısı, yarısı Rus akçısı. Hani o nemsi akçılarını ayırıp aldı. Aldılar akçını, koydular cebine, çıktı gittiler eksidi. Soldatlar prostoy. Şu екі солдаттан соң Ремзи Қартбабаның evlerine başka 2 insan кіріп келді. Қартбабаның хатırlағанына көре, bir tanesi солдат еді, ikincisi ise офицер. Şu офицерның merhametligine Қартбаба bugün de bugün şaşa. Ardından bir soldatın, bir ofitserim ne? Olsun pagonda, ben arabaya barganım yok. Zvaniyeden anlamayın. Pagonda yıldızçıklar var idi. O da akçın varım. Var edi, ben aşın çık geldi, 2 tane salıp gitti. Şın çıkı. Uyattı bizim, aldı akçını gitti. Bütün yaxşı işlerinizin alın. Bir de yaxşı adam ekenler. Allah sağlığını versin. Sizin visalat etilir. Yaxşı işlerini alın. Altınınız varım, akçınız varım, yaxşı urbaların, yaxşı işlerin hepsini aldı bir çuval, özde yardım eti. Anşa etip çuvalga nıktadı bu. Yanındaki ana o soldatka bar anaolarını dedi. Ya ana uyuda olur ya ana uyuda. Tez, eksindi mi daha gitti. Moment, eksindi alıp geldi. Akçını aldın. Ver akçını. Akçını kaytarıp verdi. Kaytarıp verdi. Akçını baktı, ana o nemsi akçıların. Bu ne gördün dedi, kaytarat bana. So, bana ondan yaşarsın. Sovet akçısını kaldırdı. O bulmagan olsa çırçıplak çıkacak dedik. Ateşi engel olsun, ölgen olsa, ölgenler ende bir 30 geçken adam eder. Havalesine yatıp Nemse mezarlığı var idi koydu. Hepsinin karşısı sıra, böyle de sıra, böyle de sıra, bizdekinin dayında değil. Onu nuaktı tekizlegenler, nuaktı obalaganlar, bir oba taşı, kresleri o mezarlıkka topladılar bizim. Havada tamamına bandayın. İnce çıktı, sepelep otura. Sonra Қартбаба қаранлық түше башлағанını ve o aç olğanını duya.
Анасы оңа evге қайтып, андан да бақла шорбасыны кетірмеге айта. Ремзи Қартбаба evлеріне чапып келіп, шаша. Бір күн içinde бұтын evні баштан аяқ яптылар. Әрші қарышып ята еді. Бойле етіп олар Өзбекистанға, Наманхан вилаетіне түшелер. Қырымға есе тек 90-нчы еллары қайталар. Янжы көйіне қомшы олған Коклос көйінде 1929 сенесі тамамшы Коклос көйінде доған Ситмемет Қартбаба отырмақта. Қырдыр сенесі сабай яқын мен софада ят едім тышырта. Келді солдат. Вставай деп, как-то не хорошо ругнул. Тұрдым, қапын аштым. Уақытты 7 бала едік біз. 9 жан. Аштар қап, бабам алдылар, сразу сол янына кенәрі бәштарлар, оңа язырма, бияқта анамнан бері екіміз, ана балаларын тайпа жаңы, шела жаңы, әулеш шашмала баштарлық жетмее. Соң бабам өткен соң, бір чуал жеуіз ярысы боғда, ярысы жеуіз қойды мен арқама. Бұл мезарлыққа алып шықайдым яққа, адамдар оған ерге. Бақсам, чуал керек екен қайтарды мен. Бабам рахметлі. Айды, оны бұны алып келдік, анда өже чоқ адамдар жиылған, отырдық. Біздің андан машина келді бізге саат 11 едім бір шеді ежі. Күндіз келділер анда, жетішмей машиналары. Саат 10-дан соң алып келділер біздің сүйрене ерге. Оз туған көйіне келгенінен, Қартбаба мында зорлықнен еу тапып, яшамақ башлады. Оз азбарында гүзел бір бақча отыртты. Ситмемет Қартбабаның бақчасында чоқ фындық ве мейва тереклеріні көрмек мүмкін. Бүгін есе тарих излері программасы Тамамбакчысарай районында ерлешкен Гүзелден Гүзел Янжы көй ақында тариф етті. Егерде сіз оз көйіңіз, яда шеріңіздің кечмішы, везіманеви аяты или пайлашмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз.